Сәлем достар, бүгін сіздермен қарапайым заттардан дәл осындай итальянский савоярди печеньесін жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге дәл осындай 3 жұмыртқа керек болады, орташа үлкендікте. Тап-таза 2 ыдысымызға сары уызы мен ақ уызын ажыратып салатын боламыз. Жақсылап қараңыздар, сары уызымыз бен ақ уызымыз араласпауы қажет. Дәл осылай ақырындап ажыратып аламыз. Егер де ақ уызымызға титтейді болса, сары уыз түсіп кететін болса, біздің жасайтын печеньеміз ұқсамай қалуы мүмкін. Сондықтан да мұқият болыңыздар. Жұмыртқаларымызды да ажыратып алдық. Ал енді ыдыстарды алып тұрамыз және дәл осындай форма қолданатын боламын. Дәл осындай насадка. Кондитерский мешогымызды дайындаймыз. Алдын ала дайындап қойып жатқанымыздың себебі, біздің бисквитіміз дайын болған кезде біз кондитерский мешогымызға вақтымызды кеткізбейміз. Біздің бисквитіміз көп тұрса, әдемі шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан да алдын ала барлығын дайындап қойып жатырмын. Ал енді жұмыртқамыздың ақ уызын алып, кішкене тұзды тастаймыз және жақсылап миксерлейміз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Осындай бізде аппақ пена болу керек. Ал енді қантымыздың жартысын салатын боламыз. Жартысын сары уызымыз үшін алып қоямыз. Қантты да бірден салып жібермеңіздер, ақырындап дәл осылай салыңыздар. Енді біздің пенамыз қатты меренге болғанға дейін араластырамыз. Көріп тұрғаныңыздай бізде меренгаларымыз дайын болды. Өзінің формасын ұстап тұратындай. Төңкерген кезде де түсіп қалмайды, формасын ұстап тұрады. Ал енді жұмыртқамыздың сары уызын жақсылап миксерлеп аламыз. Қантымызды аз-аздан салып тұрамыз. Біздің сары уызымызда ағарып, 2 есе көбейіп шықты. Көріп тұрғаныңыздай қою масса болады. Унымызға кукурузный крахмалымызды саламыз және разрыхлителімізді саламыз. Егер де сізде кукурузный крахмал жоқ болса, картофельный қолдануыңыз мүмкін. Оны да таба алмайтын болсаңыз, un қолдансаңыз да болады. Енді жұмыртқамыздың ақ уызына сары уыздың жарты бөлігін саламыз. Унымыздың жартысын електен өткізіп аламыз, араластырмаймыз. Тағы енді қалған сары уызымызды құйып аламыз. Көріп тұрғаныңыздай мен пока араластырған жоқпын. Енді қалған унымызды електен өткізіп аламыз. Міндетті түрде електен өткізіп қолданыңыздар. Енді силикон лопатамызбен бір жаққа қарай ақырындап араластырып тұрамыз. Дәл осылай араластырып тұруымыз қажет. Көп араластырып та жібермеңіздер. Жақсылап араластырып алғаннан кейін кондитерский мешогымызге саламыз. Ең бастысы біздің бисквитіміз өзінің формасын жоғалтпау қажет, басылып қалмау қажет. Дайындап алдық. Енді кондитерский мешокке саламыз. Енді пергамент салынған формамызға дәл осылай ұзынша етіп насадкамыздан шығарып аламыз. Арасын жақын қойып жібермеңіздер, өйткені піскен кезде ісіп шығуы мүмкін. Дәл осылай барлық жеріне насадкадан шығарып шығамыз. Біздің печеньеларымыз дайын болды. Қызып тұрған 170 градуста 10 минут 15 минутта пісіріп аламыз. Пісіруден алдын бетіне дәл осылай сахарный пудраны електен өткізіп сеуіп шығамыз.
Біздің печеньеларымыз пісіп шықты. Пісіп шыққаннан кейін дәл осы формасында суытып алуымыз қажет. Беті кішкене жұмсақтау болады пісіп шыққан кезде, и соңынан қататын болады. Қатқаннан кейін жаймен дәл осылай көшіріп алып, бөлме температурасында сетканың үстінде жақсылап суытып аламыз. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай өте керемет печеньелар болады. Және ең бастысы қарапайым заттардан дайындалады. Достар, менің каналымда дәл осындай өте қарапайым рецепттердің түрлері өте көп. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Және достарыңызбен, жақындарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Сіз әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Және келесіде шығатын видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңырауша түймешесін басып қойыңыз. Келесі видеоларымда амандықта көрсек, сау, сәлеметте болыңыздар.